Саламатсыздар, мен Шымкент қаласы нөмір 79 жалпы орта білім беретін мектебінің 7-ші А сынып оқушысы Шералы Дәулет Тұрарұлы. Мен пәндік мұғалімім информатика пәнінен беретін Рысқұлбекова Шынар Иманалиевна. Бүгінгі менің тақырыбым компьютер ойындарының бала психологиясына кері әсері. Бүгін зерттеу жұмысының мақсаты Қазақстан әлемдік қауымдастықта лайықты орын алу үшін бүгінгі жас ұрпақтың санасына осы ойындардың зиянды екенін көрсету, оның бала ағзасына кері әсерін зерттеу, насихаттау. Ұялы телефон мен компьютерлер қазіргі заманда адамдар жармас көмекшісіне айналды. Қалды компьютерлері, смартфондар келсе де оларды тіршілігінде көп пайдаланады. Қазір компьютерлер мен телефондардың ең танымал ойын Free Fire мен Minecraft. Яғни бұл Free Fire ойында өзіңіздің бетке шыққан адамды атасыз, өлтіресіз, жеңесіз. Неше ғұрлы көп адам өлтірсіз, сол ғұрлы дәрежеңіз көбейді. Қола, күміс, алмас, шебереге өтесіз. Бұл ойында 5 сәттік бар. Біріншісі классика, екіншісі рейтинг, үшіншісі шайқас, төртіншісі Калахари, бесіншісі алмас. Бұл Free Fire ойынын микрофонмен де достармен сөйлесіп ойнауға болады. Free Fire ойынның бала психологиясына кері зияны, бұл жақта адамдарды өлтіріп, онымен мақтанады. Minecraft ұсалғыш жанрындағы ойын. Бұл ойынды Маркус Перс шығарған. Бұл ночь атымен әлемге әйгілі. Minecraft ойыны түгелдей блоктан тұрады. Бұның ішінде құбыжықтар, әртүрлі бұйымдар бар. Ал осы заттарға түрлеу үшін текстуралар керек болады. Және де тез танымал болды. Осылар кейін Minecraft өзінің формалы болды. Ойын көптеген аралары альфа және бета версияларын өтті. Тақырыпты зерттеу мақсатында өз сыныбынан сауалнама жүргіздім. Сауалнама нәтижесі бойынша сыныптың 80% оқушысында Minecraft пен Free Fire ойыны болды. Қорытындылай келе, жалпы білім беру мектептерінде балалар қауіпсіздік талаптары санитарлық гигиеникалық нормаларды оқу үшін көмегін сақтай отырып, белгіленген уақытта ұялы телефондарды қолдануы қажет. Менің ұсынысым, ата-аналар тарапынан балаларға ұялы телефонды үйде көп уақытта ұстауға тыйым салынса, мектепте оқушылар ойындағы қарапайым телефон ұстауға ғана рұқсат берілсе, ұялы телефондарға бастауыш сынып оқушыларына арналған қысқаша кітап аудио ертегілер жүктелсе, ал орта буын оқушыларына интеллектуалды ойындар жүктелсе. Назарларыңызға рахмет.